Бос уақытымды пайдалы өткізгенді ұнатамын. Кітап аяулы досы бола бастаған шақтан былай ғана әрбір жан өзін интеллигент бола бастадым деп санауына болады деген Мұхтар Әуезовтің осы бір қанатты сөзі өмірлік ұстанымдарымның біріне айналғандай. Әр бос уақытымды кітап оқуға арнап жүрмін. Кітап оқудың пайдасы мол. Кітап оқу қиял, ой, жады, есте сақтауды дамытып, сауаттылықты арттырады. Сөйлеу дағдысын сақтай отырып, еркін, кез келген тақырыпта қарым-қатынасқа түсуге көмектесетіні баршамызға мәлім. Олай болса, сіздерге соңғы оқыған кітабым ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың өлеңдер жинағынан Туған өлке өлеңін оқып берсем деп едім. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Анау жерде құрбылармен алысқам, анау жерде құрбы жанмен табысқам. Алба-жұлба ақша бұлттар жарысқан, таулар әне ұйықтап кеткен данышпан. Жолдар анау шұбатылып шаңы ұшқан, таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар, төбелердің төбесінде көк айдар. Ақ сағыммен араласып аулаққа, сағым болып бара жатыр көп ойлар. Бір тынбайды шегірткенің шырылы, жел қозғаған ақ желердің сыбыры. Бәрі таныс кісінеген құлыны, ін аузында шаңқылдаған суыры. Айналайын ата мекен, ақ мекен, қандай қазақ іздеп сені тапты екен. Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен.